Hello guys, how are you? Today we're talking about the possessive case in English grammar. So, let's go guys. Балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы possessive case, яғни қазақ тілінде тәуелдік септігі болмақ. Possessive case, балалар, сөйлемде қандай да бір объектінің, яғни объект деп отқаным зат, заттың белгілі бір тұлғаға тәуелді болатынын білдіреді. Және де whose, кімнің деген сұраққа жауап береді. Ендігі балалар, possessive case'дің формуласы қандай, соны қарастырайық. Possessive case in the singular form. Яғни, тәуелдік септігі жекеше түрде жасалыну формасы. Ең бірінші бізде зат есім, яғни noun, зат есімнен кейін бізде апостроф, яғни тырнақша келеді. Тырнақшадан кейін s жалғауын жалғаймыз. Бұл бізде possessive case'дің жекеше түрдегі жасалыну формасы. Зат есімнің тәуелдік септігі әдетте жанды заттарға байланысты қолданылады. Яғни жанды зат деп отырғанымыз балалар, ол бізде жалпы адамның атауы болуы мүмкін, немесе адамның нақты есімі болуы мүмкін. Мысалы, Айбек, Ержан, Шолпан деген сияқты, Ендігі балалар, мысал келтіріп көрейік, Examples. This is Ержан's bicycle. Бұл Ержанның велосипеді. Яғни кімнің велосипеді? Бұл Ержанның велосипеді. This is Алуа's dress. Бұл Алуаның көйлегі. Кімнің көйлегі? Әрине, Алуаның көйлегі. This is Mary's room. Бұл Мэридің бөлмесі. Яғни балалар, бұл жерде тек адамның аттарын ғана қолданып отырық, нақты есімдерін. Okay, next. It is my dad's car. Бұл менің әкемнің көлігі. It is my friend's laptop. Бұл менің досымның ноутбугі. It is my sister's smartphone. Яғни бұл менің әпкемнің ұялы телефоны. Яғни бұл жерде біз нақты адам есімі емес, тек жалпы атауларды қолданып отырық, Балалар, жаңа мен мысал келтірген кезде сендер байқады деп ойлаймын. Яғни апостроф s деп отқанымыз балалар, ол бізде қазақ тіліндегі ның, дың, дың, тың жалғаулары. Мысалы балалар, Ержанның, мұғалімнің, ағамның, анамның, тәтемнің деген сияқты, барлығында қандай жалғаумен аяқталып тұр? Ның, дың, тың жалғаулармен аяқталып тұр балалар. Possessive case in the plural form. Яғни тәуелдік септік көпше түрде қалай жасалынатын қарастырайық балалар, Егер де балалар зат есім көптік жалғауда болатын болса, біз сол зат есімнен кейін тек қана апостроф қоямыз. Яғни бұл бізде тәуелдік септігінің көпше түрдегі жасалыну формасы. For example, мысалы, This is my parents' house. Бұл менің ата-аналарымның үйі. Кімнің үйі? Ата-аналарымның үйі. Бұл жерде біз тырнақшаны parents сөзінен кейін қоямыз. Келесі. This is boys' bedroom. Яғни бұл ұлдардың жатын бөлмесі. Яғни кімдердің? Ұлдардың. Ұлдар сөзі бізде көпше түрде тұр, Бұл жерде біз boy сөзінен кейін тырнақшаны қоямыз. Балалар, ең соңғы айта кететін жайт, бізде ағылшын тілінде көпше түрде s жалғау жалғанбайтын сөздер бар. Ол қандай сөздер деп ойлайсыңдар? Мысалы, child, яғни бір бала. Children, балалар. Man, бір ер адам. Men, ер адамдар. Woman, бір әйел адам. Woman, әйел адамдар. Тағы бір мысал ол бізде person, бір адам, person, people, адамдар. Осындай ережеге бағынбайтын зат есімдерден кейін біз апостроф және s жалғауын жалғаймыз. For example, мысалы, children's books, балалардың кітаптары. Яғни бұл жерде апострофты қайда қоямыз балалар? Ойланайықшы. Әрине, children сөзінен кейін біз тек апострофты қоямыз. Яғни кімдердің, балалардың кітаптары. Келесі. Women's dresses, әйел адамдардың көйлектері. Бұл жерде біз тырнақшаны woman зат есімнен кейін қоямыз. Яғни әйелдер сөзінен кейін, Men's work, ер адамдардың жұмысы. Яғни апострофты біз men зат есімнен кейін қоямыз, Осымен балалар, possessive case, яғни тәуелдік септігі тақырыбы осымен аяқталды.
That's all guys. See you the next time. Goodbye.